Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бір жасағаннан дәл осындай қытырлақ болып шығатын, қабаттары көп болып шығатын самсаның жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Самсаның жақсы болып шығуы ұнға да тікелей байланысты. Ұндарыңыз жоғары сұрыпты ұн болуы керек. Алдын ала ұнымызды илеп ыдысымызға салдық. Енді оның үстіне 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын алып қоямыз, оны самсамыздың бетіне жағатын боламыз. Бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық толтырып тұз саласыздар және қаттылау қылып қамыр илейтін боламыз. Қамыр міндетті түрде қаттылау болу керек. Жұмсақ қамырдан қатпарлы самса шықпайды. Сондықтан да қамырларыңызды қаттылау қылып илеңіздер. Бізге керек заттардың барлық өлшемдерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз жақсылап иленді. Қамырларыңызды бір 5 минуттай осындай қолдарыңызбен жақсылап тұрып илеңіздер. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі болып шығады. Дәл осындай қаттылықта болу керек біздің қамырымыз. Енді дайын болған қамырларымызды демалдыруға қоямыз. Бір 5-10 минуттай демалдырып аламыз. Енді бізге самсаның жағатын майы міндетті түрде 82% болу керек. Майымызды жақсылап қайнатамыз бір 5 минуттай. Сол кезде барлық сулары шығады. Одан кейін толықтай майларыңызды суытып аласыздар. Міне біздің қамырымыз 10 минуттай демалды. Енді дәл осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Жақсылап қамырларымызды зуала етіп аламыз. Дайын болған қамырларымызды тағы да 5 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі және тез жайылатын болады. Міне біздің қамырларымыз 10 минут демалды. Бірінші осындай қолымызбен жақсылап тұрып, жұқартып қамырымызды жайып аламыз. Демалған қамырды білесіздер, тезде жайылады. Бірінші осындай қолдарымызбен кейіннен оқтаумен жақсылап тұрып жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Дәл етке жайғандай қамырымызды жұқартып алатын боламыз. Енді қамырымыздың үстіне ерітілген, одан кейін барып жақсылап суыған майымызды жағамыз. Барлық жеріне біздің майларымыз тию керек. Майымызды жақсылап жағып аламыз және 1-2 минут күтеміз. Біздің майымыз қамырдың бетіндегі май, яғни қатуы керек. Енді келесі қамырымызды дәл солай қамырдың үстіне қоямыз. Қалған майларымызды дәл осындай бетіне жағып алатын боламыз. Екінші қамырды да дәл солай майды жағып болған екен 1-2 минуттай күтесіздер. Сол кезде біздің қамырымыз қататын болады. Қатқаннан кейін дәл осылай рулет сияқты бір шетінен бастап тығыздап орап шығасыздар. Міндетті түрде тығыздап орау керек. Сол кезде сіздің самсаларыңыздың қабаттары көп болып шығады. Енді қамырымызды дәл осындай спираль тәрізді орап алсаңыздар болады. Дәл осылай видеода көрсеткендей етіп орап, салафанымызға салып, морозильникке 1 сағатқа қалдыратын боламыз. 1 сағаттан артық қалдырудың қажеті жоқ. 1 сағат бізге жеткілікті. Енді бізде салмасы өздеріңіз ұнататын кез келген салманы қоссаңыздар болады. Менде қазір ет, азғантай асқабақ, қойдың құйрық майы, аскөктер және дәмдеуіштер. Мен тұз салдым, қарабұрыш және азғантай зира салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Міне біздің қамырымыз дайын. Мен қамырды морозильникке 1 сағат қалдырдым. 1 сағаттың ішінде осындай жақсылап тұрып қататын болады біздің қамырымыз. Барлық қамырларымыз бірдей болу үшін теңдей ортасынан бөліп аламын. Дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз.
Менде қазір 24-25 дана самса шықты. Дәл осы жерге жақсылап тұрып назар аударыңыздар. Біздің қамырымыздың бір шетін дәл осындай жақсылап тұрып бекітіп аламыз. Барлық қамырларымызды дәл осындай бөліктерге бөліп жақсылап тұрып бекітіп аламыз. Осымен біздің қамырларымыз дайын. Мен барлығын осылай жасап алдым. Бетіне міндетті түрде салфанды жауып қойып, бір шетінен қамырымызды жайып аламыз. Қамырды жайған кезде ортасын көп баспаңыздар, шет-шеттерін жақсылап тұрып жұқартып алыңыздар. Қараңыздар, міне біздің қатпарларымыз әдемі болып шықты. Барлық қамырларымызды дәл осындай видеода көрсеткендей етіп, шет-шеттерін жақсылап тұрып жұқартып жайып аласыздар. Міне видеода көргендеріңіздей өте әдемі қатпарлы болып шықты біздің қамырларымыз. Мен осылай 5-6 данасын бірден жайып аламын. Сол кезде тез-тез біздің самсаларымыз бүгіледі. Барлық қамырларымызды осылай жайып аласыздар. Енді салмасын саламыз. Біраз қасықтан толтырып, салмасын салып шығамыз. Өздеріңіз ұнататын кез келген салманы қоссаңыздар болады. Тіптен асқабақпен де жасасаңыздар болады. Енді сіздерге самсаның бүгілу жолын көрсетемін. Мен қазір дөңгелек самса жасадым. Бір шетінен жақсылап тұрып қайтарып, қатты басып, айналдырып, осылай видеода көрсеткендей етіп бүгіп аласыздар. Бұл самсаның бүгілуі де өте ерекше, дастархандарыңызға ерекше әсемдік береді. Өте әдемі және қатпарлы самсаларымызды кез келген қонақтарыңызға дәл осылай әртүрлі формада ұсынсаңыздар болады. Міне сіздерге жақсылап тұрып 2-3 самсаның бүгілу жолын көрсеттім. Өте оп-оңай, сіздерде міндетті түрде дәл осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Осымен біздің самсаларымыздың барлығы бүгілді. Табамызға саламыз. Міндетті түрде самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Егер қаласаңыздар, күнжіт сепсеңіздер де болады. Алдын ала духовкамызды жақсылап қыздырып қоямыз. Мен қазір 250 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Міне құрметті көрермендер, біздің самсаларымыз 30 минутта дайын болды. Қабаттары өте көп болып, үлпілдек самсамыз дайын болды. Міне біздің өте дәмді әрі қатпарлары көп болып шығатын самсамыз дайын болды. Бір жасағаннан-ақ дәл осындай қабаттары көп болып шығатын біздің самсамыз дайын болды. Құрметті көрермендер, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де дәл осындай нәтижесі жақсы болып, самсаларыңыз қытырлап, үлпілдек болып шыққан болса, комментарий бөліміне міндетті түрде жазып кетуді ұмытпаңыздар. Кез келген қонақтарыңызға ұнайтын өте дәмді әрі тез жасалатын самсамыз осымен дайын. Міндетті түрде сіздерде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз әрқашанда мен үшін өте маңызды. Барлықтарыңызға ас болсын.